Баршаға сәлем достар, әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін отандық киноактер, рекетир фильм арқылы танымалдылыққа ие болған Саят Есенбаев туралы ең соңғы әрі қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Расында бұл актердің рекетирден соң жарқ еткен фильмдер болмады. Қазір ол қайда, неге кинодан алыстады? Барлығын осы видеодан біле аласыздар. Әзірге арнамызға жазылып, лайк басып қазақша контентімізге қолдау көрсете отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Есенбаев Саят Темірболатұлы 1975 жылы 14 қазанда Атырау қаласында өмірге келген. Саят бала кезден актер болам деп армандап көрмеген, оның балалық арманы мүлдем басқа еді. Мектеп қабырғасында сабақ үлгерімі орташа болса да, спортпен шұғылданып бокс үйірмесіне барып жүреді. Өкінішке орай Саят 10 жасқа толғанда анасы онкологиялық аурудан көз жұмады. Бұл жағдай отбасына ауыр тиді. Ал әкесінің қабырғасы қайысып, қатты күйзеліске ұшырайды. Араға 1 жыл салып әкесі де бақилыққа аттанады. Осылайша ата-ананың мейіріміне қанбаған жасөспірім жігіт ерте есейіп кетеді. Актердің айтуынша 9 жасында мектепке училищеден мұғалімдер келіп, мені Алматыға оқуға алып кетті дейді. Яғни 1985 жылы Саят Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесінде білім алып, ұлттық заманауи би түрлерін үйренеді. Алайда бұл мамандық оған мүлде ұнамайды, тіпті 1-2 рет оқудан кетіп қалғысы келеді. Десе де оның еркелігіне ұстаздары көніп, үнемі қолдау көрсетіп келген. Саят биші ретінде көптеген концерттер мен фестивальдерде өнер көрсетеді. 1993 жылы оқуын аяқтап диплом алғаннан соң Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында биші болып жұмыс істейді. Алайда алған жарақатына байланысты жұмыстан шығып күнкөріс үшін бизнеске бет бұрады. Сол уақытта Оңтүстік Кореядан келген екі бизнесмен жігітпен танысып, Алматының қақ ортасынан түнгі клуб ашады. 90-шы жылдар болғандықтан клубқа келетін жастарда көп болып, табыс едәуір артады. Саят мұнымен шектелмеді. Алматыдағы детский мир жақта валюта айырбастаумен айналысып, өз табысын арттырып отырады. Оның айтуынша 90-шы жылдарда қалайда болсын күн көруін керек. Көп жерде жұмыс тоқтаған, бірі бандит, бірі қара жұмысшы болып күн кешкен заман еді. Саяттың киноға келу оқиғасы да жұмысынан бастап алған. Оңтүстік кореялық достары түнгі клубқа Марат Ибраев есімді режиссер достарын шақырады. Кинорежиссер Саятты бірден байқап, бізге кастингке келсең образға келетін сияқтысың дейді. Осылайша алғаш рет кино кастингке барған жігіт бірден рөлге бекітіледі. 2000 жылы Саят Есенбаев алғаш рет Десан киносында дебют жасайды. Осы кинодан соң актердің киноға түсуге деген қызығушылығы пайда болып, келесі кастингтерге қатысып жүреді. 2003 жылы Ресей елі тасбалаған әрқайсысы Голгофаға көтеріледі сериалында эпизодтық рөлдердің бірін сомдайды. 2004 жылы Шыңғыс Айтматовтың шығармасына негізделіп түсірілген Манкурт үшін жылаған ана киносында актриса Әсел Сағатовамен бірге басты рөлді сомдайды. Қырғыз елі түсірген фильм өз көрерменін тауып жақсы бағаланды. 2006 жылы режиссер Ақан Сатаев рекетир криминалды фильміне кастинг жариялайды. Кастинг кезінде режиссер 100-ге жуық жігіттерден фото және видео пробалады. Нәтижесінде басты рөлдегі Саян образына Саят Есенбаев лайық деп танылады. Ал оның ғашығы ретінде актриса Әсел Сағатова бекітіледі. Яғни олар екінші рет кинода жұп болып ойнайды. Бастапқыда фильм атауы Саян деп аталған, кейінірек рекетир деп өзгертіледі. Осы киноға түсу үшін актер бокспен шұғылданып, таң азанда жүгіріп 16 килограмм салмақ тастайды. Бір қызығы, фильмде кәсіби актерлар аз болып, көбіне спортшы жігіттер рөл сомдаған. Олардың образға кіру үшін кәсіби мамандар 6 ай көлемінде актерлық шеберлік сабақтарын үйретеді. Түсірілім кезінде төбелес сахналары шынайы көріну үшін каскадерлар көп жұмыс жасайды. Алайда төбелесті актерлар өздері сомдайды. Осы төбелестерде Саятта біршама жарақаттар алған. Криминалды драма жанрында түсірілген фильм өте сәтті шығып, кинопрокаттан $1,200,000 $1,000,000 табыс табады. Ал осы кинодағы Саян мен Руслан образдары тек Қазақстан елінде ғана емес, көршілес елдерге де танымал болып, Саят Есенбаев пен актер Мұрат Бисембинге жаңа шақыртулар келеді. Тіпті Монғолия еліне арнайы шақыртып, жаңа бір киноға түсуге ұсыныс жасайды.
Рекетир киносы шыққан жылы актер Саят Есенбаев ойламаған жерден жол көлік апатына тап болады. Бұл жағдай ел ішінде қатты таралмаса да актердің абыройына шамалы кір келтіреді. Біреулер оны жұлдыз болып кетті деп болжайды. Кейінірек актер сұхбат беріп, бұл оқиғаға болған рас, қыс мезгілінде бір көліктің артына соқтым, бампері зақымдалды. Мен түсе салып көлік егесінен кешірім сұрап $300 бердім. Ал ол болса мені танып көп ақша өндіргісі келді. Негізінде ол кезде $300 бампер алуға болатын еді. Кейін полицияға өзім барып, кеткен шығынды төледім. Бәрі заң аясында шешілді дейді. Рекет жігіттің образынан соң актер отандық және шетелдік фильмдерге шақыртулар алады. 2009 жылы режиссер Ақан Сатаев таспалаған Ағайынды сериалында және Қызыл қоян туралы ертегі фильмінде сол баяғы Рекет Саянның образын сомдайды. Ал 2012 жылы Құрбылар сериалында Ануар есімді жігіттің образында ойнайды. Сонымен қатар Асан және Қарсы бақылау фильмдеріне түскен. 2013 жылы тағда режиссер Ақан Сатаев жұмыс жасай отырып, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы туралы түсірілген сериалда басты рөлдердің бірін сомдайды. 2013 жылы актер Астана телеарнасынан көрсетілген Бәріне қарамастан сериалында полицияшы жігіттің образында болады. Сонымен қатар қырғыз бауырларымыз түсірген Миллионға бәстесу фильміне де түседі. Актер Қырғызстанға барған кезде бәрі Саян Рекетир деп айтып қонақжайлық танытқан екен. 2014 жылы режиссер Ақан Сатаев көпшіліктің сұранысы бойынша Рекетир киносының екінші бөлімін түсіруге бел буады. Осылайша басты рөлге Саян Есенбаев қайта бекітіліп, түсірілім жұмыстары басталып кетеді. Актер үшін бұл образға ену күрделі процесс болды. Арадан 8 жыл өтіп, бұрынғы Саян болу оңай емес еді. Тіпті актер салмақ жинаған бұрынғыдай төбелеске де икемі келе бермейтін еді. Сондықтан Саян Есенбаев режиссер Ақан Сатаевқа келіп, мен бұл жолы азбай-ақ қояйын, осы салмақпен ойнаймын, себебі қазіргі Саян өсті, отбасы бар, оның түр әлпетте өзгеру керек дейді. Бастапқыда сценарий бойынша Саян мүгедектер арбасында отыру керек болған, десе де бұл идея өзгереді. Актер ойнайтын сахналар Шымкент қаласында түсіріліп, тек ең соңғы сюжет қана Алматы қаласында болады. Рекетир 2 киносын сәтті шықса да біріншісінің орнын баса алмады. Алайда көрермендер жоғары бағалады. Сол жылы актер түскен Кері қайту тарихы деген сериал 7-ші арнадан көрсетіле бастайды. Бұл жылы Саят спецотряд қызметкері болып ойнайды. 2016 жылы актер Гакку арнасының журналистеріне фейк аккаунттардан зардап шеккенін айтады. Яғни оның атынан жалған парақшалар ашылған. Осы жағдайға байланысты актер өзінің атынан ресми жаңа парақша ашып белсенділік танытады. Сонымен қатар Беркут пен Айша орындаған Әгугай әніне түсірілген бейнебаянда көрініс табады. Сюжет бойынша Саят пен Беркут төбелесетін сахна бар. 2017 жылы 5 желтоқсанда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен актер Саят Есенбаев ерен еңбегі үшін медалімен марапатталады. Бұл жаңалықты актер әлеуметтік желі арқылы бөлісіп, көрермендерден сүйінші сұрайды. 2018 жылы шынайы оқиғаға негізделіп түсірілген 6-шы посткриминалды драмасында 2-ші пландағы рөлдердің бірін сомдайды. Сюжет бойынша түрмедегі қылмыскерлер абақтыдан қашып шығуға ұмтылып, әскери қызметкерлерді өлтіреді. Бұл оқиғаға расымен де өз елімізде орын алған еді. Аталмыш киноны көрермендер мен киносыншылар жақсы бағалады. Жалпы менің өзіме де ұнаған. Сол жылы актер Өзбекстан Республикасына барып боевик жанрдағы Темур киносына түседі. Фильм премьерасы өзбек елінде өтіп, Саят Есенбаев арнайы қонақ болады. 2019 жылы Монғолия елі түсірген Хранители фильмінде басты рөлге алынады. Бір қызығы, актер осы кинода бір емес 2 рөл сомдаған. Түсірілім кезінде төбелес сахнасында актер аяғынан ауыр жарақат алады. Яғни каскадер оның аяғынан қатты теуіп жіберген. Өкініштісі, тағы бір кадрды түсіру кезінде пиротехникалық заттар жарылып, актердің аяғы тағы да жарақаттанып, тіпті қанап кетеді. Негізінде актер Рекетир киносынан кейін төбелес және ұятсыз сахналарда ойнамайым деп айтқан. Ұятсыз сахнаға түсу ол үшін келеңсіз жағдай, мүлдем ұнатпайды. Алайда кейбір фильмдерде төбелес сахналарында ойнауға тура келген. Сол жылы актер Шымкент қаласында түсірілген Ибалы комедиясында басты рөлдердің бірін сомдайды. Бұл кинода Саятты жаңа қырынан көре аласыздар. Ол әзіл айтып, шымкентский әнге билеп те алады. 2022 жылы актер отандық Патриоттар уақыты атты боевик фильмде жаңа образдар сомдайды. Актер қазір фильмдерге сирек түсіп жүр. Саят режиссерлардан келген барлық ұсынысты қабылдай бермейді. Тіпті образдар оның жан дүниесіне сәйкес келмегендіктен ойнамауға тырысады. Бір қызығы, актердің райдері жоқ. Мынадай қаламақы бересің деп те айтпайды. Барлығы келісім бойынша жүзеге асады. Қазір Саят Алматы қаласында отбасымен бірге тұрады. Оның жұбайы да хореограф, балерина. Олар бір ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр. Ұлы қазір 21 жаста, ал қызы 10 жаста. Саят отбасын көрсетіп әлеуметтік желіге мүлдем салмайды. Оның айтуынша, бұл оның жеке өмірі.
Ал астына мінген темір тұлпары қара түсті Toyota Land Cruiser. Саят негізінде биік көліктерге отырғанын ұнатады. Актердің жеке бизнесі де бар. Яғни құрылыс компаниясымен көп қабатты үйлер салады. Ал хоббиі балық аулау. Бос уақытында достармен бірге балық аулап серуендеп қайтады. Актер кинодан бөлек жарнамаларға да түседі. Мысалы, Sim Travel туристік агенттігі, ресейлік Ножи Руси пышақтарын, Fix Club бизнес агенттігін жарнамалаған. 48 жастағы Саят Есенбаев актерлық мансабында 20-дан астам фильмдер мен сериалдарда рөл сомдаса да, барлығы оны рекетердегі Саян деп таниды. Өкінішке орай осы образдан бөлек актерлық жарқ еткен рөлін көрмедік. Мүмкін алдағы уақытта Саят Есенбаевты басқа образдармен танитын болармыз. Барлығы уақыт еншісінде. Достар, қазақша ақпараттарымыз ұнап жатса, арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Алдағы уақытта қай танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар бергеніңіз қалайсыздар? Төмендегі комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Бұл әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.